Армысыздар, ардақты ағайын. Біз бүгін Қалбаевтар отбасына сұхбатқа келдік. Сонымен бірге екі дүниең абат, қос тойын қабат болсын дегендей, бүгінгі әулеттегі немересі көз қуанышы болған Мүслім баламыздың тұсауын кесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Арма, ардақты ағайын, біз бүгін өсіп өнген өнегелі Қалбаевтар отбасына келдік. Бүгін отбасында үлкен қуаныштың үстінде келіп отырмыз. Осы орайда мен қашанда өнегелі жанұя қоғамның тірегі, мемлекеттің іргетасы. Біз бүгін осы өнегелі жанұядан, үлкендерден жақсы сырлы сұхбат аламыз деген ойдамыз. Ал енді құрметті Қалбаевтар әулеті, мінекей Жақсылық ата, Тайыр аға, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Мінекей балым, немере жаным деген атам қазақ. Бүгін мінекей немерелеріңіз Мүслімнің тұсаукесерін өткізгелі отырсыздар, туылған күні құтты болсын. Ал енді алдыменен жаңа айттым ғой, отбасы шағын мемлекет деп, өздеріңіздің мынау дастархан басында жиылып отырған жақындарыңызды, отбасыңызды таныстырып өтсеңіз. Құрметті ағайындар, менің отбасына жиналып отырған себептеріңіз, мен немере Мүслімнің жасқа толған күні және тұсаукесер тойы, соған жиналып отырған қауым, өзім ағайындарым, анау шетте отырған кемпірімнің сіңілісі Гүлпатша, одан кейінгі өзімнің ағам, ең үлкен ағам Жақсылық, кейінгі мына немеремнің нағашы атасы Үрістем, бер жағындағы жұбайы, мына одан екінші баламның қайненесі, мына өзімнің жұбайым, мына немерем, 7 немерем бар, Құдайға шүкір. Өскен, өнген жанбыз. Мынау Ислам, одан кейін Исламның жұбайы келінім, одан кейін Ұлбосын деген келінім, одан кейін Мәдина деген келінім бар. Үшінші балам Нүркен, бір балам Қазақстанда. Қош келдіңіздер. Ата деген асқар тау, бегін аққар басатын, ақыл мол дария, олардан жан жоқ асатын деп, мінекей бүгінде төріміздің үлкен ақсақалы Жақсылық атамыз келіп отыр осы қуанышқа. Сол Жақсылық атамыздың жақсы бір бүгінгі мынау немерелеріне деген аталық батасын, тілегін естейік. Мінекей бүгін біздің Тайшыбектің немереден толғанын тойлап атсындар, бас қосып бірігіп осындар. Осы бірліктерің дайым мәңгілік болсын. Мінекей Тайшыбегім қасында анасынан 12 жасында қолындағы тәрбиелеп өсіріп семей қалған өзім едім. Осы жұмыстың бәрі өзім мақтанып отырмын қазір балдар. Тайшыбегім осы қазірге келіп, осы дастархан жасап, халқын ағайын егіздерін жинаған қуанып отырмын ішімнен. Біріккен жерде бірліккен жерде бірлік болған жерде береке болады деген рас. Мына Олманда естім, келдім, рахмет айттым мен, айналайын. Қазақта сөз бар еді, алған әйелің жақсы болса жұмағың, жаман болса дозағың деген. Сен жұмақ болдың ғой, мен інім табысын қалқып көрсеттің ғой деп айттым. Сол дегенде естерінде болсын, Абай атаң айтқан екен. Алған әйелің жақсы болса жұмағың, жаман болса дозағың деп, әйелің жақсы болса барлығы жақсы болады деген сөз берді. Негізі біріккен жерде береке болады. Құдайға өбірлі шүгірлі отыр менің қуанышым барлығы. Менің жеткен егісімнің иемізін жеп отырмын мен. Сол дегенде Тайырымның қуанышы ұзағынан болсын. Тайырым осы балдардың қызығын көрсін. Бағана айттым ғой яғы. Баламның аты кім еді әлі? Мүслім жаным. Бағабейдің бағын берсін. Дүйсектің жасын берсін деп. Атам менің 78-де кетті. Сол 78-де бала бақытты халық азаматы өссін. Тілегім болсын менің. Бақытты олдар, көркейінде бір болыңдар айналайын. Мінекей отбасының шуағы болған, әрине осы отбасындағы берекесі мен мерекесін асырып жүрген, ол әрине осы отбасының анасы, данасы, панасы. Гүлшат апа, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, талаптарыңыз оң болсын. Алайымда мына Тайыр әкемен бірге немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көріңіздер. Енді сіздің де бір бүгінгі немереңізге деген жақсы бір тілектеріңізді естісек. Міне бүгін үйімде отымның басында дүбірлеген үлкен той болып жатыр. Тойдың себепшісі менің мына кішкентай Мүслім деген немеремнің бір жасын тойлап жатырмыз. Соған мына ағайын туыс, жекжатым,
құда жақтарынан, құдандаларым келіп жатыр. Бұның атын мүсілім деп қойған себебіміз осы Қазақстанда да мүсілім Тәуекел деген әнші бар, соның атына қойдық. Құдайға шүкір өнген жанбыз. Баламның өмір жасы ұзақ болсын, Нұркенімнің ізіне еріп жүрген ұлы болсын, халқының ұлы болсын. Құдайға шүкір, мынау немеремнің үлкені Димаш Дінмұхаммед. Бұл Қонаев Дінмұхаммед атамыздың 100 жасқа толған кезінде туылған немерем. Сіздердің де отбасыларыңызда барлық нәрсе аманшылық болсын. Тойларыңыз той қаласып, менің отым басына әрдайым тойға келе беріңіздер. Құда деген Құдайдың аты дейді атам қазақ. Енді осы бүгінгі төріміздің қонағы болып келіп отырған төріміздегі Рүстем құдамыздың, құдағайларымыздың мінекей жақсы бір тілектеріңізді естік. Мына бүгінгі жасқа толып жатқан немерелеріңіздің, осы әулеттің қуанышы үшін жақсы тілектеріңіз болса. Мінекей бүгін мына бір жасы ке мына немереміздің Мүсілімнің. Бұл азамат жігіт болып, ел қатарына азамат болып, осы мынау аталары ұқсаған азамат осында еліне тамақ беретінде азамат болып жетсін. Мынау тұсаукесер несіген алғаш қадамын басып кете берсін. Жақсы басып. Құдағай, әрқашанда да мына дастарханың ашық болсын, мына балаңның өмір жасы ұзақ болсын, әрдайым осы үйге тойға келейді да ойнап күліп өстіп жүре беріңдер күліміздің алдында. Мүсілім туған күні құтты болсын, жасына жас қосылсын, өмір ұзақ болып, дені сау болып, ата әжесінің алдында жүре берсін, анасының қасында. Құрметті қонақтар, менің бауырым Гүлшат апаммен жездем Тайырдың отбасына мен Тамды ауданынан келіп отырмын. Тәке, Гүлшат апа, немереңіздің бір жасы құтты болсын, Мүсілімжанның тұсаукесер тойы да құтты болсын. Осы Мүсілімжанның қадамы құт болып, осы елімізге, халқымызға, отымыздың басына бақ береке алып келсін. Нанымыз көп болсын, еліміз тыныш болып, осы Тәке, Гүлшат апа, балдарыңыздың қызығын, тойларын көріп, үлкен ата әже болып, төрлерінде отырып, пата беріп, осы немедеден шөбере сүюді Алла сіздерге нәсіп етсін. Әуелі Құдай оңдағай, ешаманды болмағай. Берекелі, мерекелі семья болғай. Мынау менің бүгін Мүсілімжанның туылған күн тұсаукесер тойысы болды. Той қыласын. Сол бала халқының азаматы өсін. Рахмет, біздің қуанышымызға ортақ болып келіп, мына сұхбат алғандарыңа рахмет. Өркендерің өсін, талаптарыңа нұр жаусын, балдарың бақытты болыңдар. Енді осы неден кейін мына тұсауын кестіреміз, Қайрат балама, соны кесіп бересіңдер. Нәсіп. Талаптарыңыз оң болсын. Әумин, айтқаның келсін. Жалғаса берсін. Мінекей құрметті ағайындар, бүгінгі Қалбаевтар отбасындағы қуаныш енді басталып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір мінекей ниет қылған екен, бүгінгі біздің Мүсілім баламыздың тұсауын кесетін боламыз. Ендеше біздің Мүсілім болашақта Алаштың айтулы азаматтарының бірі болсын, халқының сүйікті ұлы болсын. Баршаңызға көп рахмет, аман болыңыздар. Araylansın atar tanım senin Diyarağa ara, diyarağa. İnsan. Oynadı, diyarkanı ara. Yara. Oynat da diyarkan. Ama şuna yedirip korkmadır ama. Adamlar, adamlar. Sağ olun istedim.
bir ver. Karamaz, oğul al. Ver ana. Qaysi al? Al, birovun al, Mo'chi al. Mo'chi al birovun. Al, Mo'chi al. O'z tandasin. Qo'rqib ketdi. Ақша тапты жеріңіз Қайраға, Гүлшат апа, мынау немерелеріңіз күлмеу шешілді, тұсау кесілді. Нәсіп болса, мүслім балдарыңыз, немерелеріңіз болашақта ешқашан жыламасын, сүрініп құламасын, ешкімнің мұқтаж болып ештеңесін сұрамасын. Алла ақ жолын беріп, сәтті қадам беріп, мүслімнің тұсау кесіліне өзім өлең шығарып алып келдім. Мүслім деген атын талдап өлеңдеп шығарып келдім. Мұсылман бол, иман жүзді, жаны құт, үлгілі іспен жақсылықты дарытып, 8 қырлы бір сырлы жігіт бол, лебізін ал елге ізетті танытып, іреңі бол, тірегі бол еліңнің, мен жыр жаздым ақ тілекті ағытып. Ой, рахмет. Қайрат, рахмет, айналайын, сен де немересің. Қайныма бүгінгі неге шапан жауып Sağım boğaldı gözümden seni izledim. Bağım boğaldan çıkardı ümit üzmedim. Oyumdan küttüm жаңылып, ойладым seni sağınıp, tağırға төздім bağınıp, келмедің сәулем нағылып. Қаш, тоқта, айдан қаш. Ана шамал шетке тұр. Айжан қаш. Үфті. Бірге үфті жұмыс. Неше?